Роза Мұқанова. Мәңгілік бала бейне. Меңіреу қалпы дел сал болып мүлгілген жым-жырт түнді бетке алып, терең сайға шыққан Ләйлә қыздың жолында қара жамылған әлде бір бейне қараңдап сусып барады. Жапан түзде жүрген не қылған жан, дейді қыз көңіл алабұртып. Мен адамдар әулетінің рухымын, дейді бейтаныс үрейлі үн, сонау алыс бір жақтан дауыс салып. Терең сайға бет алған Ләйлә қыз бұл сәтте беймезгіл рух тұрмақ адамзат қасиетінің өзіне де сенуден қалған. Тек қана осындай меңіреу түнді сол түнмен аймаласып, толықсып тұратын қияқтай әдемі айды сырласы еткен. Көкірегін кеулеген мұң арызын осында арада терең сайда сыбырлайтын. Деп дөңгелек ай толықсып, сүттей аппақ көркімен қара жамылған қарауылға сән беретін. Кейде үңіліп қарап қалған кіп-кішкентай Ләйлә қызмен быт-шыт болып айырылып жатқан қарауылдың жеріне есіркей қадалатын. Біресе осы түнді де кішкентай ауылды да менсінбей қиғаштай шалқайып керіліп жатып алатын. Бәлкім сонда үңірейіп ойылып жатқан жаралы жерге қарап, апырай, сенде шынымен-ақ қасиет қалмаған ба? Тозған шүберектей осынша жырым-жырым болып не күн туды? Түн ішінде сайға келіп жасырынған мынау не қылған жан? 16-дағы бойжеткен қыздың кейпі ме? Сорлау, мәңгі бақи бала кейіпте қалуыңа не себеп болған бұл азаптың қай түрі? Деп бұлардың өздеріне кінә артып тұра ма? Әлде қарауылдың жеріндегі бар сойқанды сезіп, әлде кімдерге көктен аңырап қарғыс айтам әйтеуір. Жанындағы жұқалтаң бұлттарға екі бүйрегін кезек тіреп алып зарлап тұрғандай көрінеді. Ләйлә айға қараған қалпы қалып бара жатқандай екен. Селт етіп көзін ашты. Жанарынан үзілген бір тамшы жас дір етіп иегіне құлады. О жарығай, мүсіркемесем мені. Мен күнәсіз қыз боламын. Сезімім бүтін, ақылым дұрыс. Бірақ мынау тіршілік дүниесінен безінген жұдырықтай жүрегім кек пен қасіретке толы. Мен өзіме адам сияқтымын. Басқаларға адам емес, адам пейілін таубаға түсіретін мүгедекпін. Қарауылдың адамдары мені көрген сайын мұны Алла тағала адамдар тәубасына келсін, қол аяғының саулығына, 12 мүшесінің дін амандығына шүкір етсін деп жаратқан дейді. Солай ма жарығай? Мен саған ғана, сенің өзіңе ғана сенемін. Тым болмағанда үмітімді сен ақтарсың. Сонда бұл жұрт нені айтады? Мен кіммін осы? Мәңгілік пе? Шынымен-ақ мәңгілік өспей қалған бала кейпіме? Ләйлә қыз сөйлеп отыр. Мұлқау ай дөңгелеп алыстап барады. Ләйләні да жерді де аймалап барады. Өз жасыма лайық қыз болғым келеді. Я, менің де әп-әдемі, нәп-нәзік қыз болғым келеді. Ләйлә жаңағы өзі жасырынып отырған қап-қараңғы терең сайдан жүгіріп шықты. Жасаурап үкідей қадалған қыз көзіне сұп-сұлу аппағай үрке қашып бара жатқандай көрінді. Сол 8 жасар мәңгілік бала бейнеде өспей қатып қалған Ләйлә тамыры адырайған егде қолдардан сермеп көкке көтерді. Ей, қашпа! Менен қашпа! Бәрібір сені тауып аламын. Жасқандың ба? Сен де менен жиіркенемісің? Сен де менен қорқамысың жарығай? Ай барған сайын алыстап сырғып барады. Мүгедек қызды да жырым-жырым болып айрылғандай жер бетінде менсінбей қап-қараңғы түн серігін қолтықтап толықсып кергіп барады, ұзап барады. Ләйлә қыз одан сайын дауыстап, қол бұлғап айғайлап тұр. Ертеңде қайта оралшы, ертеңде терең сайда кездесейік. Мен сені сонда күтемін, терең сайда күтемін жарығай. Ең соңғы сөздерді айтқанда иегі кемсеңдеп, жүрегі құрғыр алай-дүлей соғып, езіліп кетті. Бұл жол қарауылға бет алған Ләйлә қызға Шыңғыстауының еңселі биік шыңы барған сайын шөгіп бара жатқандай көрінді. Бұл жолы қыз түн қойнындағы ербиіп көрінген тау белестерін бір түрлі сескеніп, үрейленіп келеді. Әлгі бір адам рухымын дейтін түн иесі де қартайған тау етегінен пана іздеп жүрген қаралы кемелер ме көзі бұлдырлап кетті. Өзі тұратын Қатира тәтесінің үйіне жақындай бере танысы тарылып, демі шытынай қақты. Есіктің тұтқасынан қолын соза беріп, қайта тарта ала қойды. Үй ішіндегі өзіне тосырая қарайтын, ішіп жеп қадалатын көздерді көргісі келмеді. Жұрт ұйқыға батқанша отыра тұрсам да болар деп есік алдында кідіріп қалды. Сол сәт тосын шыққан дауыстан шошып кетіп, баж ете түсті. Қатира екен. Әй, қас қарайса жын қуғандай, осы сен қайда кетесің? Не пәлең бар, ә?
Ләйлә үнсіз төмен қарады. Ісініп қызарған жанарында әбден сілесі қатып, шаршаған күйін де тәтесіне сездіргісі келмеді. Менің мұңымды бөлісер қатира ма? Оның да үнсіз тұрғанының өзі жақсы дегендей ләм-мим деп тіс жармады. Қайда жүрсің деймін мен саған? Ләйлә тағы да үн қатпады. Жоқ, терең сайда отыратынды ешкімге, ешбір жанға айтпаймын. Мен Аймен кездесуге, сонымен сырласуға барамын. Жарық айдан басқа да жанымды түсінер жан таппаған соң терең сайға жүгіремін. Ол сәтте мен іздемеңдер, менен сұрамаңдар, мені көрмеңдер. Енді саған жетпей жүргені меңіреулік пе еді? Оған да жетерсің, меңіреуді атанарсың. Қыздың көзі жарқ етті. Қатира мырс етіп, айызы қанғандай қыздың аяқ қолына сұқтана қарады. Ләйлә қыз мүгедек денесіне сабырлық жинай алмай, ызаға булығып, қылшылдап барады. Қолы мен аяғына әлдекімнің көзі түсе қалса, қу жанын қоярға таба алмай, намыстанып есі шығатын. Мынау шамадан тыс үлкейіп бара жатқан егде қолдар мен жетілмей қалған аяғына ешкімнің көзі түспесе екен, байқамасы екен деп зар қағатын. Ал Қатира болса, әдейі қақшиып, шошынып, именіп, мұның жанды да жеріне тисе түскісі келгендей сұқтана жеркене көз тастады. Осындайда Ләйлә қыздың жаны шырқырап, жасырынып, жер таппай алысырады. Қайда болдың деймін? Мен қораға қайтып, қол жетпей, у-шу болып жатқанда қайда қашып кетесің? Айт деймін енді ойбай. Ләйлә қызын жерден аймаған қалпы адам емеспіз деп ақырын күбір етті. Сол-ақ екен, Қатира ыршып түсті. Сөзді қара, адам емеспіз бе? дейді. Адам сиқы жоқ кейпіңе неге қарамайсың, а? Қатираның ащы тілі сумаңдап, Ләйләнің бала жүрегін қып-қызыл қан жоса етіп, тілгілеп, пара-парасын шығарған. Түгіп жатыр. Бұрын осындайда жанына тиер сөзді естігенде шыр-пыр болып, зар қағып, жылап еңірейтін қыз бұл жолы бедірейіп қатқан қалпы, өңі қуарып, Қатирадан көзін алмай, сеземіз, жүрегіміз. Қатыгез адамның төрт білгендей қашанда сай болады. Табалайсың ғой, табалай бер, табала. Мен осы қасіретті Құдайдан сұрап алғанмын. Я, сеніңше сұрап алған тағдырым осы. Отыңмен кіріп, күліңмен шығып жүрмін емес пе? Не жазып едім саған? Жетілмей қалған сәби бетін жап-жалақ алақанмен басып жүресін-ау, отыра кетті. Сол қалпы пысылдап барып, төзімі таусылып, көз жасына еріп берді. Мұндайда бүкшиіп босағадан жылап отырған Ләйлә қыз берді бер жан. Әй, маған не болды? Тиіскен кім деп сұрамайды да. Бәлкім осылай бейшара күй кешіп, жылап отыру заңдылық деп ойлай ма? Ей байғұс, көз жасыңды біз емес, Құдай көрсін. Соның ілтипатын күт, мейірімін көр. Дейме теріс қарап күбірлетіп өте шығатын. Ләйлә мұнда сезетін. Түн ішінде жарқырап, толықсып шығатын. Мылқау айды есіне алып, терең сайға қарай жүгіре жөнелгісі келетін де сондан-ақ. Сондықтан терең сайға түскен ай сәулесі бұрынғысынан да жап-жарық. Жер бетін кезіп жылжыған қалпы Ләйлә қызды іздеп жүр. Қарауылдың суынан да, жерінен де, тауынан да сұрап беу-беулеп іздеп салады. Қайда кеттің? Неғып бүгін терең сайда жоқсың деп, ана дауыс жып-жылы алақанмен қолынан жайып, сай ішінен қылықтай жүгіргендей, түн жамылғандай сай іші жап-жарық, ай таң атқандай ағарып барады. Қолнымай деген ана дауысы еміреніп келіп, сай ішінен жығылып келеді. Сол-ақ екен, тып-тыныш бір әлем орнады, көкірегі керс айырылып, ана бейне де дауыс салды. Сен құрсақта жатқанда Тегелең тауының түбінен жер астынан дүмпілдетіп жарылыс болып жатушы еді. Сол басылды ма? Іңгәлап бесікте жатқан сен талай рет сол жарылыстан қорқып, шыр етіп, қолда-аяққа тұрмай безіліп кетуші едің. Сол әдетің ес білгенше қалмап еді. Сен Шыңғыс тауының етегінен көтерілген ауадағы қып-қызыл саңырау құлақ іспетті. Лаулап тұрған алауға қызығып жүгіре жөнелетін едің. Қазір ше? Апа, тау жақтағы әуеде қалқытап тұратын саңырау құлақ бүгін тағы да түсіме кірді. Сонда жең жарықтық, о қарғатайым-ау, сен де Құдай жеткізсе сол саңырау құлақ сияқты жұрттың көзінен жауын алып лаулап тұратын боласың деп меңірейленіп маңдайынан сүйуші еді. Қазір қайдасың?
қайда кетіп қалғансың? Сай ішіндегі дауыс әлсіреп сөніп, ай көтеріліп, биіктік бара жатқандай болады. Сол қалпы терең сайдағы әр тобылғының түбінен Ләйлә қызды іздеп кезіп барады. Бірақ бұл жолы ай бетіне еміреніп қарайтын терең сайдағы қыз бейнесі көрінбеді. Адамдар қара-құрым болып көп жиналған жерден бойын аулақ салып, көзге түспеуге тырысып жүруші еді. Қатира қояр да қоймай, бұған жік жапар болсын жабысып алды. Жүр, қарауылда той бар, сонда барып, сен сорлы да бір сейіліп қайт. Ләйлә не айтарын білмей, кезерген жұқалтаң ернін істелей берген. Елдің көзі ақ жұрттың көзі. Сол ойын Қатираға сездіріп, мүсәпір күй танытқысы келмеді. Сылтауратып, шаршап отырмын деген. Қой, жүр енді, жүр деп әйел қызды жұмалай берді. Көнбейтін болғасын, қолын әр жерден бір сумаңдатып қытықтай бастады. Қыз қарқылдап кеп қыстығып күле орнынан көтерілді де, үлкен алақанмен әйелді кеудесінен итеріп қалды. Сол сәт Қатираның өңі құп-қу болып кетті. Бармасаң ғой әрі. Барамын, кенет Ләйлә әлдекімге ерегескендей. Барамын деді. Шіркін-ай, шіркін десеңші. Менен басқаның бәрі де бақытты, бәрі де көңілді. Бұл дүниенің бар бақыты 12 мүшеңнің саулығында екен ғой. Көпке қиған бақыттың өзіне зар болған қандай сормаңдай едің. Ләйлә той өтіп жатқандай өң үйдің көңілді адамдарына қызыға қарады. Бұршақ-бұршақ болып төгілген көз жасын әлсін-әлсін ел көзінен жасырып сүрте берді. Білемін, өспеймін, құдірет-ау, басқа мазағың жетпегендей, әлі көрсетер несіретің көп бе? Онан да бір жола жоқ етіп, неге жібермейсің? Неге? Саған да керегім жоқ па? Менің қасиетсіз бейнеме ыржалаңдап күлгің келе ме? Көңіліңе басқа ермек таппай, мәңгі өспейтін қыз тағдырын қызықтайсың дедің бе? Ләйлә, ләйлек, ақ ләйлек, деп жылы жігіт даусына елең етті. Қаптаған жұрттың арасынан әлдекім жырылып, қолын созып бұған қарай жақындап түсті. Ой, деп таңданды қыз. Құмарды қара, құмар, қандай әдем болып өсіп кетіпсің. Ғажап, өзімен де бір партада отырып, құмарым ғой, көршім ғой. Құмар, иә, сен мені немі ләйлек, ақ ләйлек дейтінсің. Ләйлек деген құстың аты, ол сондай нәзік, сүйкімді құс дейтінсің. Қыз бір түрлі есінен адасқандай есеңгіреп тұрып қалды. Таныдың ба? Жігіт ақырын жымиып. Таныдым, неге танымауым керек? Сен сондай өзгеріп әдем болып кетіпсің. Бақыттысың ғой, кешір мені, ренжіме. Сен де бақыттысың ләйлек. Құмар қыздың мәңгілік құрысып қатып қалған бала бейнесіне мән бермеді. Көрмегенсіні, білмегенсіді. Қыздың онсыз да өзіне қадалған мұңлы жарына жара салғысы келмеді. Оның ішкі дүниесінің ойсырап тұрғанына да сезбегендей, қыздың кіп-кішкентай иығына қолын салып, ләйлек, жүр билейік, мен сені биге шақыруға келдім. Сол сәт жеудіреп жараған Ләйле қызды жерге көтеріп алып маңдайынан сүйді. Қыз жүрегі езіліп кетті. Жігіт еніп барады. Жігіт қызды көтерген қалпы қаптаған көпшіліктің дәл ортасына еніп барады. Екеуі де бүкіл дүниені бір сәт ұмытып кеткендей айналып билеп жүр. Ләйлә қыз көзін жұмды. Басы айналып кетті ме, әлде ұмыт болған қыз сезім селт етті. Мұның әлсіз денесінің тынышын алды ма, көзін аша алмады. Сол қалпы құмардың мойнынан қапсыра құшақтап қатты қалыпты. Жігіт сәл қыбыр етіп, ләйлек, ақ ләйлек деді. Қыз есеңгіреп барып көзін ашты. Тойға келіп едік, ауылда ешкімде қалмауға айналған ба? Қалай? Сені көріп қуанып кеттім. Қыз жүзіне қызғалтың рең пайда болды. Бір түрлі қысылып, ұялып тұр. Үстіне киген қып-қысқа шыт көйлегінен де Қатираның қояр да қоймай, мұны бала сияқты етіп, дәл төбесінен қып-қызыл бантик тағып бергеніне де намыстанып күйіп барады. Бірі балалықтан қол үзіп, бозбалаңнан күйіп, кешіп жүр. Бір керісінше болашақтан қол үзіп, мәңгі бақи өспей, жетілмей, мүгедек кейіпті қалған. Әлде тағдыр дегеннің өзі осы ма? Өзіне сөйлеп тұрған жігіттің даусы бұл жолы әсерсіз болды ма, әлде тағы бір сүреңсіз сырғыл тойдың шырмауына түсіп кетті ме әйтеуір. Құмардың бірде-бір көзіне құлақ аспады. Меңіреу адамша сілейіп, қатты боянғандай есін жиып, жан-жағына қарады. Жалғыз өзі. Құмар, қайдасың?
Қыз жан жағына жалтақтай қарады. Ығы-шығы жалықтан арасынан жігітті іздеген қыз аласұрып адамдарға тіксіне қарап: «Құмар қайда? Қайда жібердіңдер? Қайда кетті? Қайда?» деп сұрастыра берген. Өмірінде алғаш рет адамдармен қатарласып, арман дүниесінің жалынан мықтап бір ұстағандай еді. Ол да сусып қолынан шығып кетті. Жаңа ғана бар қасірет атаулыдан бір жолы арылып, әуеде қалықтап жүреді, топ етіп қара жерге қайта түсті. Қыз тағы да жан ұшыра «Құмар» деп дауыстап қалып еді, әлдекімдер мырс-мырс етіп күлгенін, пыш-пыш етіп сөйлегенін де сезді. Азаптан осы бір азаптан құтқарыңдаршы мені деп қыз шыңғырып жібергісі келген. Сонда ғана әлгі бір мейірімі мол, жап-жарық айды іздеген, соған қарай ентелеп ұшып тобылғысыз сірескен терең сайға беттеген. Ләйлә қыз көкке қадалып, жас іркілген жанармен жалаңаш айды аймалап, иегін көтеріп, ғарыштағы жарық айға бетін тосты. Бұл кезде қарауыл қаралық үйде еді. Қарттар жағы күңіреніп, бір-бірімен дауыс салып көрісіп, сай-сүйегінде сырқырап, зарлап жүрген. Бастарын әрең көтеріп, айырылдық қой дейді. Болашақтан үміт жоқ, бейбақ болдық қой. Ұрпақсыз тұл қалдық қой. Ата-баба жер еді, күлін көкке ұшырды ғой. Әлсіреген әйелдер бірінің иығына бірі басып, сүйеп, еңіреп жылаулы, есі шыққан Ләйлә Қатираны іздеп табылмады. Қарауылға не болғанын, неге осынша аңырап, зарлап жатқанын ұқпады. Көз атсыздай болып, шарасынан шығып кете жаздап тұр. Ойпыр-ай, не күн туған, не жұмылып бара жатты. Қарауылдып тұрғандары сол күні қайырылып үңірейіп жатқан жерді көрді. Тартылған су мен тұтылған айды көрді. Сол күні еңіреген қалың жұрттың даусы әлдекімдердің құлағына жеткен бе? Ақ киім киіп бейтаныс жандар түн ішінде келіп жетілмей қалған мәңгілік бала бейнеулетінің бәрін жинап, бітеу қара мәшинеге тиеп жатты. Ішінен шыққан баласы емес пе, қимастықпен боздаған атана зарлап қала берді. Бұл сәтте Ләйлә терең сайды еді. Оны іздегендер де, іздескендер де табылмады. Әдеттегідей ел көзінен жасырынып келген Ләйлә қыз терең сайға жетіп, жарық аймен кездескен ұзақ үнсіздіктен кейін балалық бар арман тілегін, Құмарға деген қыз сезімнің бой көтерген жасырмай ағынан жарылып, түнгі сай ішінде жалғыз өзі күбір-күбір еткен сондай жарықтық қыз сезімнің тіршілігіне сүйсініп, дірілдеп, жылап тұрғандай көрінген. Сол түннің суық ызғарына да ұмытып, екі тізесін ебедейсіз өсіп кеткен, екі қолмен құшақтай алып, Ләйлә ұзақ отырды. Орнынан тұра бере бұрынғыдай емес, денесінің ауырлығын сезді. Бойын күздің қара суығы алып қалды ма, әлде ыстығы көтеріліп тұрма? Егіде қолдарының күші қайтып, қайраты таусылып, Қатира үйінің есігін зорға ашты. Әйелдің шытынаған көздері қадалып, мұның онсыз да жаралы жанын онан әрі жаншытып жіберді. Айтпады деме, енді кеш тігеді екенсің. Күз болмақ түгілі, қыс болса да үйден қуып шығамын, білдің бе? Қатира екіленіп алыпты. Қыздың құлағына алыстан таныс қасқырдың ұлығаны естілді. Қумашы деді, жалына қарап, иегі дірілдеп, көзі бозарып кетіпті. Ләйлә көзін аша алмады. Мұздай қолмен аяғына әлдене тиіп кетсе болдақ. Еріндері қыбырлап, құмармысың? Сен қайдан жүрсің? Мен сені сол күні ұзақ іздедім емес пе? Кел, өткендегідей мені биік көтеріп, айналып биле. Кел, Құмар, деп сандырақтайды. Қыздың ауыр халіне ешкім де алаңдап, көңіл бөлмегендіктен, оның не айтып, не сөйлеп жатқаны үйдегілерге беймәлім еді. Тек сол күні түнде дәрігер келіп кеткеннен кейін қыз әлсіреп басын көтерді. Бас жағынан өзін бағып отырғандарға көз салды. Екеу де көрші ауданның басшы азаматтар сияқты. Өзіңнің көңіліңде сұрайық келдік дегендеріне Ләйлә масайрап, өңі қашқан жүзіне қызғылт рең жүгіріп, көзін жерге салды. Осы келіп отырған екеуден қыз жақсылықтың нышанын күтіп, сөздің аяғын бақты. Қарағым Ләйлә, сен де көрген қасіреттің аз емес. Жаңағы сөз бастаған жымыржып отырып қалды да, ертең ауданда қаралы жиын өтпек. Өзің сияқты балаларды
өткенде қала жаққа алып кеткен. Содан әлі күнге дейін хабар жоқ. Енді міне көзге көрінер өзің қалған екенсің. Ертең өтетін қаралы жиынға өзіңді қолға ұстап көтеріп шықсақ деген ой келіп, сол ақ еді қыздың құлағы шулап басы айналып кетті. Алапат күннің белгісі ретінде, ел басына қатер тұнған күннің белгісі ретінде. Иә, әйтеуір жақсылықтың емес, жамандықтың, тек жамандықтың белгісімін. О Құдай! Ал Ләйлә, жолға жиналсақ. Қыз талықсып барып көзін ашты. Бұл жолы әлгі бір ағыл тегіл болып, жанарына толып кететін жас көрінбеді, бірақ әлсін өкси берді. Жамандықтың белгісі болғым келмейді. Мен аяңдаршы, мен ел көзіне оғаш, мүгедек болғанмен жақсылықты ғана аңсаймын. Мен тек жақсылықты. Отырғандар түнеліп үнсіз қалды. Қыздың онсыз да үзілгелі тұрған нәзік жанын ешкімге түсіне алмады. Намыс қойын қарай көр, жаман неменің, деп Қатира күңк кетті. Ләйлә көзін ашып, отырған адамдарға ұсақ телміріп жатты. Сосын оларға сабырлап, құмарда бола ма? Ол да сол қаралы жиынға қатыса ма? Деді. Әрең жұтынып, отырғандар еш нәрсе түсінбеді. Ләйлә көзін қайта жұмып, ұзақ жұмыпты жатты. Бір уақытта ап-анық етіп, бармаймын, бара алмаймын, кідірмей жүре беріңіздер деді. Тұңғышымның да қызығын көруге жеткізді. Осыған да тәуба, осы да жетеді, деп сампылдаған Қатираның дауысы төсек тартып жатқан Ләйләға ап-анық естілді. Өмір қандай арзан, бір ғана ыстығы басылмаған қуаныш үстінде жаныңды қия салу қиянат емес пе? Өй байғұс, тоқтатсайшы, тоқтат, деп Ләйләнің дауыстасқысы келген. Бірақ үн шықпады. Қатира үйіне келген біреуге даурығып сөйлеп жатса керек. Той өткеннен кейін қарауылдан кетемін. Қасиетті жер еді, қадірден әбден жұрдай болды. Жақсының арты жын деуші еді. Шынымен ақ, адам естіп, көз көрмеген қасіреттің бәрі Абай ата басқан топырақтан шығып жатқан жоқ па? Алланың әмірі деген осы да, деп ойлады Ләйлә қыз. Төсек тартып жатқан қыз бетіне ай сәулесі түсті. Қарауылдың барлық терезесінен сығалап, іздеп, тінтіп жүріп, Ләйлә қызды әрең тауып алған сияқты. Әппақ болып дөңгеленіп, ерекше бір нұрмен қыз бетіне төніп, науқас қыз айға қарап алғаш рет жымиған. Көптен күткен жан ашырын, сырласын терең сыртынан байқап қалып, қыз жүрегі елжіреп сала берген. Өз тағдырына, адамдарға деген өкпесі сол күнгі ағыл тегіл көз жасына айналды. Сол сәт жап-жарық айдан мәңгілік адасып қалатындай тағатсыздана сүйсініп тағы да қарады. Қасірет шеккен жан иесінің жалғыз ғана сырласы өзің екеніңді ұмытпа деді. Ай да қыз да бір-бірінен ажыраса алмай, бірін-бірі қимай, ұзақ аймаласты. Жарығай, Ләйлә қызды қара жерге қимады. Ләйлә да алғаш рет айды түн қойнына қимаған. Ұзақ кідірістен кейін екеуінің бір-біріне деген тартылыс сезімі әлсірей берді. Екеуі екі тіршіліктің елшісіндей елеңдеп, алшақтап қашып бара жатты. Жап-жарық ай қыз бен жерді айналып алыстай барады. Ләйлә қыздың жанары айға қадалған қалпа айрылғысы келмеді. Соншалық қиналып жатып тырысып еді, жігері жететін емес. Бойына біткен күш қайрат мүлдем азайып барады. Бітіп барады. Қыз бетіне түскен ай сәулесінен самайына қарай құлап, жол жалып, дөңгеленіп жатқан көз жасы анық көрінеді. Жанарындағы көлкілдеген жастың әсері ме, көзінің сәулесі азайып кеткендей болды. Жан таласып, егде қолдарымен жасын сүртіп жастауға тырысып еді, қозғалтпады. Ләйлә қыз мұңайып жанарынан бір жұмып, бір алып, тағы ашамын деген, бірақ жан тапсырған төсектегі қыз ұзақ аймалаған ай биіктеп жылжып кетті. Мәңгілік қоштасып кетті. Екі тіршілік, бірі жер баласы, бірі түн баласы. Қатира тойға дайындалып жүріп, әдеттен түн ұзарып ұсылап жатқан Ләйленің қасына ентелеп жетіп барды да үңіле қарады. Ойбай, мына бейбақ өліп қалғаннан сау ма? Құдай-ай, өліп қалыпты. Енді қайттым. Қырсықты неменің дәл той күн өлетін кім білген. Қатира өзінен де сөйлеп, әрлі бері жүріп, сенделіп қалды.
Қап, дәл той күні қылжия қалған көрмеймісің, қасиетсіз неме. Той үстінде кімге барып ат үсті өлімді хабарлайсың? Жатсын енді, менен басқа мұны әзір сезе қойған ешкім жоқ, деген әйелдің сомақсай жүйрі бойы бір сәтте шешім қабылдап кезеріп жатқанын көз жұмып оралып, мен жасарып жабай салған. Сол бойы үйден жүгіріп шыққан Қатира сасып қалды. Алыстан өзіне таныс зарлы әуен талысы естілді. Қара жамылған қарауылдың топ-топ адамдары аңырап, тағы да керісіп жүр. Айтқан сөздерінен төбе құйқаң шымырлап, сай-сүйегің сылдырлайды. Ойпыр-ай, өлтіреме қайтеді? Түнде тағы да жарылыс болды. Қатира дір-дір етті. Әлгінің өлімі сол жарылыстың әсері болмасын деді. Іштей сыбырлап, еңіреп жатқан сонау қарал топты тойлатып, үйіне жақындатқысы келмеді. Аулақ, тұңғышымның қызығын тойлатуға да мұрша бермедіңдер ме? Өлгенде бір көрген қызығымды қисаңдаршы, тым болмағанда. Сосын әл үйінен шықпаған Ләйләнің сүйегі есіне түскенде әлсіреп, өңі қуарып, бүк түсіп отыра кетті. Қарауылдың қаралы тобыры осылай қарай бет алыпты. Жолап келеді, Қатираның дыбысы шықпады. Бір есе алақан жайып, көптен жәрдем сұрайды. Бір есе екі құлай береді. Қалықтап жылжыған ай сәулесі қараңғыда жіп-жіңішке болып түсті. Өзі шалқайып жатыр. Қатираның көзіне ай жарылып екіге бөлінгендей көрінді. Ойпыр-ай, деді ол сыбыр-сыбыр етіп. Ендігі жерде қарауылдың айы бұрынғыдай толықсып сән бермейді. Сүттей аппақ болып, қап-қараңғы түннің көзін ашпады десеңші. Саусақтары дір-дір етіп, кеудесін қысып бара жатқан бешпеттің түймелерін ағыта берді. Оқыған 8-ші сынып оқушысы Жиенбетов Әділ.